Менің атым Лоймин. Морей ауданы Шоқпартас ауылы Шишіңзі қыстақта туып өстім. Қазір Морей ауданы Шинху қалашық центрлі мектептің оқытушысымын. Дене тәрбие сабағын беремін. Оқытушылық қызмет істегенім 28 жыл болды. Биыл 52 жасқа келдім. Өзіміздің үйіміз осы қазақ ұлттың арасында болғандықтан солармен араласып, үйреніп алған тілді. Кейінтінде қазақшаны оқып, мектеп бітіріп, қайтып келгеннен кейін өз туған ауылыма барып, оқытушылық қызмет өтегенмін. Тілді үйренгеннен кейін бір ұлттың мәдениет, әдеп-ғұрпын бәрін білуге болады екен. Әмбе ұлт пен ұлттың арасындағы қарым-қатынасты жақындатады екен. Енді біздің туған жерімізде көп ұлт болғандықтан ұлттар ынтымағы да жақсы. Бір үйдің баласындай, бір үйдің жанындай болып араластық. Кішкене кезде мен музыканы жақсы көремін. Бірақ та ол кезде аспап жоқ, үйіміз қырда. Содан аспапсыз әнді айта беремін лесіп. Осы домбыраны өзім шұқылап отырып, біраз чертіп, ән айтып кете алатын болған. Әсілінде бұл домбыраны үйренсе, кәсіптік домбырашыларына үйренсе жақсы болар еді. Бірақ та оған қызмет байланысымен оған уақытымды шығара алмай, өзім чертіп үйреніп жатқаным. Домбыра черткен көп уақыт болған жоқ. Былтыр 2023 жыл 8 айдан бері қарай домбыраны ұстағанмын. Мен содан бері өзім сол әдемі әндерді естіп, сонымен домбыраға келтіріп, айтып үйретім болған. Қазақшадан басқа ойғырша әннен бірнешеуді айтып кетемін. Бәрі осы музыка әуесшілік болып содан шертіп айтып жүргенім.